Тактар! Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің үкіметтік мекемелерді күзету жөніндегі полиция полкының құрылғанына биыл 20 жыл. Олар мемлекеттік, стратегиялық маңызы бар объектілердің, жеке тұлғалардың қауіпсіздігіне жауапты. Құқық қорғау ісіндегі міндеттерді кәсіби түрде орындау, оқиғалар мен қылмысқа шұғыл түрде әрекет ету, зардап шеккен азаматтарға көмек көрсету, полиция полкі қызметкерлерінің маңызды міндеті. Бүгінгі күні үкіметтік мекемелерді күзету жөніндегі полиция полкінде 687 полиция қызметкері мемлекеттік нысандардың тұтастығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Қылмыс пен құқық бұзушылықтың алдын алып, жолын кесу полиция қызметкерлерінің күн сайынғы қажырлы еңбегі. Полк қызметкерлері күзет жұмысынан бөлек жастарды отансүйгіштікке баулу, отбасы құндылықтарын насихаттау мақсатында тәрбиелік мәні зор іс-шараларды жиі ұйымдастырады. Салауатты өмір салтын ұстану, спортпен айналысып, шымырда ширақ болу полк полицейлерінің басты қағидасы. Сондай-ақ полк қызметкерлері психологиялық тренингтер, арнайы дәрістерге қатысып, әр саладағы білімін жетілдіреді. Қазіргі таңда елбасы және президентіміздің тапсырмасы бойынша ішкі істер органдарын реформалау мәселесіне ішкі істер министрі аса үлкен назар аударып отыр. Осы тұрғыда үкіметтік мекемелерді күзету жөніндегі полиция полкіне қызметке қабылдау қарқынды түрде жүзеге асырылуда. Бүгінде кеудесіндегі патриоттық рухы асқақ, отансүйгіш, адал қызметкер боламын деген елімізде жастар өте көп. Бірақ түрлі қауесетке сеніп, немесе қызметке орналасудың жолы жеңілдегенімен бейхабар жастар шет қалып қойып жатады. Біздің мақсатымыз қызметке адал жастарды тарта отырып, реформалау жұмыстарында қарқын беру және мемлекет басшысының талабына сай жұмыссыздық деңгейін төмендету. Қазіргі таңда атап айтатын болсақ, тамыз айынан бастап жаңа қаулы талаптарына сәйкес тұрғын үй төлемдері жүзеге асырылады. Бұл дегеніміз, әрбір қызметкер тек жалдап ақы төлеуге емес, сонымен қатар баспаналы болулары үшін үлкен мүмкіндік деп есептеймін. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі үкіметтік мекемелерді күзету жөніндегі полиция полкі жас мамандар мен әскери қызметкерлерін жұмысқа қабылдауда. Жас маманға қойылатын талаптар: бірінші, мемлекеттік қызметке орналасуға берілетін арнайы сертификат. Екінші, әскери билеттің болуы міндетті. Үшінші, ұлдардың бойы 170 см, қыздардың бойы 165 см-ден кем болмауы керек. Төртінші, жас ерекшелігі 18 бен 35 жас аралығы. Бесінші, білімі орта, арнайы орта, немесе жоғары. Орта біліммен сержанттық, жоғары және заңгерлік арнайы орта біліммен офицерлік құрамға алынады. Алтыншы, әскери дәрігерлік комиссияның денсаулық жарамдылығы туралы анықтамасы болуы шарт. Осы талаптарға сай болып, полк қызметкері атанғыңыз келсе, Нұр-Сұлтан қаласы, Жақып Омаров көшесі 53А мекенжайына келіңіз. Немесе 8 71 72 32 31 68 8702 197 25 51 нөміріне хабарласыңыз. Үкіметтік мекемелерді күзету жөніндегі полиция полкының қызметін бірге дамытуға шақырамыз.